Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын жып-жұқа құймақтардың рецептімен бөлісемін. Орысша айтқанда ажурные блинчики, яғни кестелі құймақтар жасайтын боламыз. Құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, бұрыннан бері менің рецептімен дайындап көруге кеңес беремін. 3 жұмыртқамызға 3 ас қасық қантты салып, шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлейміз. Енді жылы сүтімізді құйып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, сүтіңіз міндетті түрде жылы болу қажет. Аздан ұнды салып, венчикпен араластырамыз. Осы ортада 3 ас қасық ақ майды құямыз. Сосын тағы да аздан ұн саламыз. Ұнның бәрін салып жіберуге болмайды, өйткені қою болып қалуы мүмкін. Ең соңғы салған ұныңызға жарты шай қасық сода саласыз. Енді жақсылап миксерлейміз, түйіршіктер қалып кетпеу қажет. Түйін болып пісірген кезде шығып кетуі мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр осындай сұйық болу қажет. Осы ортада табамызды қыздырып, үстіне май жағыңыздар. Міндетті түрде, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Мен 1-2 пісіріп алдым, алдын ала май жақпадым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құйып, айналдыра осылай пісіреміз 1 минуттан. Отыңыз өте баяу немесе қатты болып кетпесін, орта отта пісіру қажет. Қатты болып кетсе, ортасы шикі болып піспей қалуы мүмкін. Пісіріп болғаннан соң арасына сары май жағуды ұмытпаңыздар. Мінекей, біздің құймағымыз дайын болды. Осындай жұмсақ әп-әдемі болып шығады. Оның ішіне салмасына әртүрлі қылып жасай беруге болады. Ет, тоспа, сүзбе салып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сәтті шығуына сенімдімін. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Жанар. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар.